Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен бірге осындай өте дәмді, жеңіл әрі тез дайындалатын, қамыры өте жұмсақ болып шығатын чебуреки рецептісімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге дайындауларыңызды сұраймын. Алдымен қажетті заттарды дайындап аламыз. Менде бұл жерде жылы ыстық су. Қазір оның үстіне жарты шай қасық тұзымызды салып, одан соң 2 үлкен ас қасық сұйық майымызды құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Ингредиенттердің нақты құрамы мен мөлшерін видеоның соңында описание бөліміне жазып қоятын боламын. Електен өткізілген ұнымызға жаңағы дайындап қойған суымыздың барлығын құйып, қасықпен араластырамыз. Құйылатын судың температурасы салқын емес, жылы ыстық болғаны дұрыс. Яғни оны қолдарыңызбен тексерген кезде қолдарыңыз күйіп қалмай, бірақ саусақтарыңызды батырған кезде судың ішінде 2-3 секундтай ұстай алатындай болғаны жақсы. Оның барлығын толықтай біріктіріп, бір келкі қатты қамыр елеміз. Артық суды қоспаймыз. Бізде осындай қатты қамыр шығады. Осы қамырды салафанға салып, шамамен 15 минутқа жылы жерге қойып қоямыз. Қамыр тыңғанша салмасын дайындаймыз. Салмасын дайындау үшін тартылған етке пиязымызды алып, ұсақтап турап қосамыз. Сіздер еттің кез келген түрін пайдалансаңыздар болады. Менде бұл жерде тартылған сиыр еті, өздеріңіздің қалауларыңызша кез келген етті алып қоссаңыздар болады. Еттің үстіне ұсақтап туралған пиязымызды және дәміне қарай бұрышымыз бен тұзымызды салып, барлығын жақсылап қолымызбен араластырып аламыз. Мен басқа ешқандай да артық затты қоспаймын. Осымен біздің салмамыз дайын. Қамыр жылы жерде шамамен 15 минуттай тұрды. Өте жұмсақ болып тынып тұр. Қазір осы қамырды бірнеше бөлікке бөлеміз. Маған қамырды осылай кескен ыңғайлы. Сіздер өздеріңіздің қалауларыңызша және өздеріңізге қалай ыңғайлы, соған байланысты етіп кессеңіздер болады. Дәл менікіндей кесіп жасау міндетті емес, тек қана осылай бірдей етіп бірнеше бөлікке бөліп аламыз. Ешқандай артық ұн қоспаймын. Бөліп қойған қамырдың барлығын қолыммен осылай дөңгелектеп шығамын. Бұл қамырмен жұмыс жасау өте оңай, қолымызға еш жабыспайды. Қамыр кеуіп кетпеу үшін оның бетін міндетті түрде осылай салафанмен жабамыз. Дайын болған қамырды бірден алып, осылай оқтаумен жұқалап жаямыз. Егер қамыр жабысып жатқан болса, онда сәл ғана кішкене ұн сепсеңіздер болады. Қамырды видеода көрсетілгендей етіп жайсаңыздар, оның қалыңдығы бір келкі болып шығады. Міне оның қалыңдығы осындай өте жұқа болып шығуы керек. Қазір салмасын саламыз. Шанышқыменен барлығын бір келкі етіп қамырдың үстіне орналастырамыз. Бетін жабамыз және шеттерінің барлығын осылай қолымызбен басып шығамыз. Оның үстінен шеттерін осылай шанышқыменен тағы да бір рет басып шығамыз. Бұл біздің қамырымыздың майға қуырған кезде ашылып кетпеу үшін керек. Содан соң осылай пышақпен әдемілеп шеттерін алып тастаймыз. Бұл бізде әдемілік үшін алмай-ақ қойсаңыздар да болады. Чебурекилардың қалай жасалғанын тағы да бір рет көрсетіп жіберейін. Жаңағы көрсетілген техникалардың барлығын пайдалана отыра, қамырдың барлығын осылай жайып, кейін салмасын салып, чебурекиларымызды жасап шығамыз. Бұл тек бір порцияға ғана арналған, ал егер сіздер бұдан да көп мөлшерде жасайтын болсаңыздар, онда көрсетілген ингредиенттердің мөлшерін 2-3 есеге көбейтсеңіздер болады. Қалауларыңызға байланысты оның көлемін менікі сияқты үлкен емес, орташа немесе кішкентай қылдырып жасасаңыздар болады, онда чебурекиларыңыздың саны артады. Дайын болған чебуректерді алдын ала қызып тұрған майда пісіреміз. Майымыз міндетті түрде қызған болуы керек. Асты осылай сарғайып қоңырлана бастаған кезде оның бетін аударамыз. Екі жағынан да бірдей етіп пісіреміз. Көріп тұрғандарыңыздай қамырдың ортасы бір-бірімен бірігіп, ешқандай да ашылып кетпейді. Оны майдан сорғытып, қағаз сүлгіде суытып аламыз. Чебуректеріміз дайын, оны қонақтарға ұсына берсек болады.
Бұл тағамды жақсы көрмейтін адам жоқ шығар. Шынымен өте дәмді болып шығады. Иісі мен дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Сіздерде дәл осы рецептпен дайындап көрулеріңізге кеңес беремін. Қамыры осындай өте жұмсақ, нәзік болып шығады. Ешқандай да қатты емес. Керемет дәмді, ортасы толықтай піскен. Көріп тұрғандарыңыздай сондай сочный болып шығады. Міне керемет болып шыққан. Үйде өз қолыңмен махаббатқа толы тағам жасағанға не жетсін. Астарыңыз дәмді болсын. Сіздермен бірге болған Гүлім. Видеоны соңына дейін қарағандарыңызға алғыс білдіремін. Каналға тіркелмеген болсаңыздар, жаңа видео рецепттерді жіберіп алмау үшін каналға тіркеліп, видео ұнаса және пайдалы болса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар.